南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。再对秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Хожин ғибадатханасы. Үй, құлтас бар екен. Халауда кел. Чоңпин жылнамасының бірінші жылы. Хынан уәлиі тай саңғындыққа өсірілді. Ол ордада он әтектің әзезілдік істеп жүргенін біліп, көздерін жоймақшы болады. Бұны сезіп қалған он әтек Чоңпин жылнамасының алғашқы жылы тамыз айының басында Жарғыдиянда тоғырылу алдырып, тай саңғының түбіне жетті. Рас Хожин ғибадатханасы екен. Көзді ашып жұмғанша 45-лі шықты. Қамшының сағындай ғана өмір ай деген. Хожин ел көңілінен ұмыт болды. Әулетінің ғибадатханасы да күйреп, мұна күйге түсіпті. Әке, дүниенің миша былығып, үшпектіктің текетіресі түбін қуғанда тағы сол Хожиннан бастау алады. Ол, он әтектің көзін жоям деп, дүң жоны ордаға келіп, дүниені миша былықтырды. Жоқ, олай емес. Дүниенің миша былығына себеп болған Хожиннің оны тек өлтіру емес. Қайта ұлы хан қағанат әлсіреп, патшалықтың басқаның қолын өткендігі себеп болған. Сіз дұрыс айтасыз. Расау, Жиңшу Хожиннің ұрпағы. Есіңде болсын. Бір-екі күннен кейін адам жіберіп бұл ғибадатхананы жөндет. Жиңшудың ата-бабаларына болған қарызын өтегенің болсын. Ләппәй. Алдияр, дәріңізді ішіңіз. Алдияр, Смайы өзіңізбен жолықпақшы. Кірсін. Ләппәй. Смайы кірсін! Пақырыңыздан Алдиярға ілтипәт. У патшасы мың жасасын. Вәзір, басыңызды көтеріңіз.
Рахмет, Алдияр. Вәзір, Юңлянда еліміз үшін еңіреп көп миханат чектіңіз. Әне, шашыңыздың ағы көбейіп кетіпті. Пақырыңыз шу қолымен көп жыл айқасып, орданың қыруар азық-түлігін шығын етсем де, жеңіске жете алмадым. Пақырыңыз сізге ұятты. Әй, бұлай десеңіз болмас. Азырақ азық-түлік кеткен рас. Сөйтсе де, сіз ел іргесін сақтап, шу қолын жеңіп, Жугілянның түбіне жеттіңіз. Бұндай іскерлік сізден өзге ешкімнің қолынан келе ме? Бәрі Алдиярдың мейір шапағаты ғой. Менің еңбегімдеуге келмейді. Вәзір, Жугілян өлді. Енді шу қолы тағы шабуыл жасауға батылдық ете алар ма? Көзім жетеді. Тек шу мен убектігі болады екен. Дүниеде тыныштық жоқ. Ертеме кешпе тағы мүйіздеседі. Сөзіңіздің жөні бар. Вәзір, жасыңыз ұлғайық балды. Сізге тағы қол баста деуге дәтім бармай отыр. Сізді ұстаз тұтайын. Енді күтініп демалыңыз. Рахмет, Алдияр. Төре қайтып келдіңіз бе? Төрем. Түрегел. Қане түрегел. Мұнда отыр. Не істеп отыр едің? Өзіңізге мақтау шапан тігіп отырмын. Қыс түсерден бұрын біреуден жіберіп берейін дегенмін. Қажеті жоқ. Енді әрі қосынға бармайтын болдым. Қасыңда боламын. Рас айтасыз ба? Қылжа өтірігі жоқ. Сен шаруаң істей бер. Мен осында біраз отырайын. Сізге шай әкелейін. Болды. Шаруаңды шаруалай бер. Мен саған қарап отырайын. 3 жылдан бері жаныңды өстіп қарап отырсам деп армандап келдім. Түсімді көргендегіден титтей даумапсың. Ал мен қартайдым. Мен түсіңізге кірдім бе? Юңлянның соғы сүйектен өтеді. Қосында әйел пендесі жоқ. Сіркөй таңы атып бермейді. Түсіңізге қалай кіріп жүр екем? Мен әдеттегі бір көңмін ғой. Менің көңілім ондай емес. Ондашы. Ханымсың. Төре. Төре не деп отырсыз? Жingшу. Мен балаштырдым. Тамыз айының басы күннің сәт екен. Екеуміз сол күні некеленейік.
Paqırınız Savuşan Patçağa sələm berə geldi. Savuşan. Törümden körüm жақын қалғандай. Al diyar. Olayı görmeniz. Есіңде болсан, Жугуляң өлгенімен, Смайы әлі тірі, мен одан алаңдай берем. Al diyar büyütü vayımdağanша, Смайдың өрім бұтағының көзін жойып, тоқымын тұздай құртайық. Смайы 100 жыл әскери билік ұстаған. Шәкірт сыбайластары өңкей ығайлар мен сығайлар. Оған қалай тісін батады? Оның үстіне өте сақ. Есіктен аттап шықпайды. Оны өлтіруге қалай сылтау табам? Патша адам өлтіру үшін сылтаудың қажеті шамалы. Есесеге уәзірімді қалай өлтірем? Онда дүрбелең туылады ғой. Алдияр, Смайы тірі жүреді екен, ордаға үлкен пәлі. Алдияр, Смайыға салданып қалмаңыз. Маған сен. Смайы еселеңбек сіңірген ардагер. Оған үкіметтің тізгінін уақыт ұстатайық деп, сұлтанға өтініш жаздар. Ол қайтер екен. Егер қабыл алса, оның ниетінің бұзылғандығы. Онда көзін жой. Әміріңізді ек етпеймін. Paqırыңызdan Aldiyarға сәлем. Басыңызды көтеріңіз. Рахмет, Алдияр. Міне көріп тұрсыз. Менің халым нәшәрлап қалды. Жоңда уәзірлер өтініш жазып, Любийдің жетімін Жугулянға тапсырғаны сияқты, мағанда мұрагер ұлымды сізге тапсыруымды тілепті. Саушуаң екеуіңіз билік жүргізіп, мұрагеріме көз құлақ болыңыздар. Алдияр, барша жұртты игілікке кенелттіңіз, тәңір жар болады. Менің науқасыма еш ем болмады. Уәзір, маған мақұл деңіз. Менде мұндай ұлы міндетті орындай алатындай қайдағы іскерлік. Оның үстіне жасым да 70-ті желкелек қалды. Менше билікті Сыпава, Саушаң мен Тайсанғын Шахубай екеуі селбесіп жүргізсін. Пақырыңыз ептеп-септеп жан бағап, орданың амандығын тілеп отыра берейін. Саушаң сізге өш. Қалайша оны көрсетіп тұрсыз. Ол маған Саужынның Жугуляннан жеңіліп қалғандық үшін кектенеді. Бұл іске менде өмір бойы опың жеймін. Мен Саушанға ұяттымын. Пақырыңыз жеке мүддесі үшін орданың келелісін білдірсе болмас. Уәзір, ойлап көрдіңіз бе? Билік Саушанның қолын өтсе, ол сізді сыйдыра қоймайды. Бұл істі пақырыңызда ойлаған. Саушаң мені сыйдырғанды қойып, көзімді жойып, тұқымымды тұздай құртады. Сүйсе де көп толғандым. Мені тек Алдияр өзіңіз ғана құтқара аласыз. Жатқан түрім мынау.
Sizді қалай құтқармақпын? Алдияр, өзіңізден өтінерім, пақырыңыздың барлық лауазымын алып тастаңыз. Сонымен бірге Гуахуай Сунли қатарлы Юңляндағы 52 саңғынның дәскери лауазымын алып тастап, екі ұлым Сымашы мен Сымажауды қарашаға айландырыңыз. Сонда саушаң алаңсыз болып, пақырыңыз менде тірі жүр аламын. Өсірау. Бүйтудің қажеті қанша? Алдияр, бұл менің жүрек сөзім. Алдияр, шапағат етіңіз. Қайта беріңіз. Жарлығымды күтіңіз. Алдияр, Бәрін естіген шығарсың. пақырыңыз бәрін естіді. Енді не айтарың бар? Пақырыңыз Алдиярдың әміріне кетпейді. Әй. Болды. Сымайы тірі жүре берсін. Ләппәй. Өзіңе бір істі айтайын. Ертеде қайтыс болған патшаның тірі кезінде Сымайдың қасына бір бақылаушы қойғамыз. 10 жылдан бері ол Сымайды қалт жібермей бақылап келеді. Мен дүние салсам, оны саған тастап кетем. Бейжің жылнамасының 3-ші жылы Саурый дүниеден өтті. Сол жылы 36 жаста болды. Атшағзам келді! Бұғанасы қатпаған Салфаң тақ көтірді. Алдиярға сәлем! Патша жасасын, мұң жасасын! Төрем, Ау, су әкелдім. жарайды. Суарайық. Ой, бұрай. Жеңшу. Келер жылы осы уақытта бұл шыбық өсіп дәл мендей болады. Төре, біраз тынығып алыңыз. Мақұл, демалайын. Төре, Мақұл. Не болды, Жеңшу? төрем, ауырайық секілдімін. Тәңірім-ау, төрімнен көрім жоқ менің, қарымым әлі қайтпаған бей.
Тәңірдің шапағатына мың алғыс жаудырам. Жеңшу. 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 Hanım! 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 Қиын болды. Қалай болды? Қиналып жатыр. Толғатқаны 2 сағат болды. Бал әлі түспеді. Онда әкем қандай? Ханым! Ханым бұл! Ханым! 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 Әке! 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 Әкем салданып қалды. Орда шипагерді шақырыңдар! Ләппәй, дереу бітірейін. Алдияр, Смайдың ханым толғаға қатты болып қайтыс болды. Смай салданып қалыпты. Рас па? Рас. Естуімше Смайдың отбасы соңғысын жөнге салуға дайындалып жатыпты. Елден естігенге сенбе. Смайдың құзырына бар, дереу өз көзіңмен көр. Басқан тұрғанына дейін маған хабарла. Ләппәй. Смай, яу. Келдіңіз бе? Пақырыңыз Алдиярдың тапсыруымен Смайдың көңілін сұрай келді. Қанекей. Смаба. Смаба. Дәт тақсыр. Смайы адам болудан қалыпты. Нашарлап кетіпті. Әуелі табытында дайындатып болыпты. Онда оның қанша су шер қалған сияқты. Байқаймын 2 күннен қалмайтын сияқты. Ертең қабір сыпыру мерекесі. Смайы сәтті күнді таңдаған екен. Солай. Жүзбасына хабарла. Ертең патшағзамға серік болып, Каупинида қабірстанға барып мінәжет етемін. 8 мың артық ағаш астық жалақалатын қалам қару төрелері патшамен бірге тазаттық беруге дайындалсын. Ләппәй. Жамбылда не стулды? Сонша неғып дырду болып кеткен. Бүгін таңертең Жамбылға кірген едім. Саушаң патшамен бірге Гаупинлиңдағы қабірстанға кетіп барады екен. Тағы кімдер кетіпті? Ордадағы 800 адамнан артық жалақалатын төрелер түгел кетіпті. Солай түгел кетіп пе? Солай. Жүр. Әке. Қал үстінде жатыр емес педіңіз? Мен қал үстінде жатқан 10 жыл болды. Тай тұтық. Саушаң патшамен бірге Гаупинлиңға кетіпті. Ордадағы 8 мың ағаш астықта жоғары жалақы алатын төрелер түгел кетіпті.
Сау өлетіндегілер де кетіпті. Жарлық. Бармaz! Қоқай түстік қақпаға, солай шығыс қақпаға барып, барлық жасақ сақадай сайланып, лояңдағы аспалы көпірдің жағасында жарлық күтіңдер. Ләппәй! Сымашы сарайда қалсын. Сымажау 5000 атойшыл қолды бастап. Менімен бірге ордаға барсын. Ләппәй! Пақырыңыз Сымайдан Шаханаға сәлем. Сымайы, сені қал үстінде жатыр деп еді ғой. Пақырыңыздікі жүрек жарас еді. Енді сол жарадан арылдым. Дәт Шахана. Саушоң бұрынғы патшаның жетім ұлын тапсырған өсиетін. Аяққа таптап алаяқтық істеп, лаң салып, бұғанасы қатпаған патшаны басынып, баса көктеп билеп төстеді. Бұл қылмысы басын алуға әбден толады. Бұрынғы патшаның шапағатына кенелген мен бейбақ, адал ардагерлерімді бастап, алаяқтарды аластамасыма дәтім шыдамады. Қазір ордадағы қару-жарақ қамбасы мен ұландар жасағы түгел пақырыңыздың меңгеруіне қатысты мәліметті ала келдім. Бұл Саушаңның жарлықтан бет бұрып, патша заңын аяққа таптаған қылмысын пәш етеді. Шахана әмір етіңіз, пақырыңыз қарақшының көзін жояды. Шахана, іс бұл дәрежеге жеткен екен, Сымабаға мақұл деңіз. Сымай, Саушаңның басын алуыңа болады. Бірақ алдиярда әсте сақымдай көрме. Шахананың кемеңгер шешімін пақырыңыз екетпейді. Шахананың әмірі! Шепкаттанып қарақшыны құртайық! Жатасın! 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 Алдияр, Шахананың жарлығы. Не жарлық екен? Әкел. Патшаға табыс етейін. Шахана бұл жарлықты жамағаттың алдында оқып бер деп тапсырды. Бұрынғы патша жетімін Тайыспа Сымачуанға тапсырып, бұғанасы қатпаған патшаға көмекші болуды бұйырған. Саушаң әсілі уәдесінде тұрып, патшаға адал болуы керек еді.
Бірақ билікке құмартқан ол, ішкі жақта топ құрып, жеке билеп төстесе, сыртқы жақта лаң салып, ел іргесін шайқалтып, орда заңын аяқ асты етті. Дүниеде өзім қарамын деп біліп, патшаны көз күлмеді. Дұйым жұрт нәлет айтып, қылмысынан жиренді. Бүгін Смайға арнаулы жарлық түсіріп, үкімет ісін басқарып, қарақшы Саушаңды қолға алып, орда заңын бекемдеп, билікті патшаға қайта алып беруді бұйырдым. Қалайық дұрыс жолға оралып, Смайға еріп бүлікті тыныштандырыңыздар. Саушаңға еріп жарлыққа қарсы шыққандар болса, қатаң жазаға тартылсын. Смайы! Өтірге ұрып мен шырғалауға дәтің қалай барды? Саушаң, Смайы әмір бойынша ұландар жасағын өткізіп алды. Қазір бүкіл ойың оның алақанында. Егер мына болмаш жасағыңмен қарсы тұрамын десең, жұмыртқан тас құрғанмен тең. Патша алдияр мұнда. Сендер менімен бірге патшаны қорғаңдар. Смайының басына алайық. Жарандар, сіздердің туыс туғандарыңызды Қайсаңғын Смажау ұландар алайына кетті. Олар жастана кетуге тәттеріңіз шыдай ма? Смайның күшімі қылмай алдияр. Сабыр етіңіз. Әсте қарсын жасауға болмайды алдияр. Смай тек Саушаңның ғана басын алады. Сізге әсте зиян жетпейді алдияр. Смама Саушаңға sevgi жарық сүрмес. Жауап берші. Аяқ неліктен, бетпен қолдан ақ болады? Бағырыңыз білмейді екен. Өйткені бұл көмескіде. Сау өлетінің үш ұрпақ жалғасқан билігі. Бүгін мына үйге түсерін ойламаған екенмін. Смай, сен жеңдің. Сен сау өлетінің төрт ата. Арыстары құрған атам екенін бір-ақ күнде тартып алдың. Мен семсерімді бір-ақ рет сермедім. Сүйсе де ол семсерді қайрағалы 10 жүз болды. Мұндай өнерді ата-бабаң сау-саудан үйренгем. Он 18 жылдан ілгері Жиңшуды менің ордама сіз әкелдіңіз ғой деймін. Бірақ оны сізге жіберген адам мен емеспін. Сіздің бұрынғы еңіз Сауфи патша болатын. Онда енді түгін қалдырмай бәрін айтуыңызға болатын шығар. Хей, 18 жыл ілгері Өн патша Жиңшуды қасыңызға жіберіп, оған сіздің басқан тұрған іс-әрекетіңізді бақылауды бұйырды. Мен оны білмес бекен деп көп ойландым. Бірақ өтірік ауырып, Саушаңды шырғалағаннан кейін барып, сіздің Жиңшуды баяғыда аңғарып
аңғарып қойғаныңызды сонда барып ұқтым. Мен оны баяғыда білген болсам да, бірақ оны құлай сүйдім. Сізде мұндай сүйіспеншіліктің болары өш ұйықтасам да түсіме кірмеген. Сіз болмасаңыз, маған Жеңшу қайда? Әуелі Жеңшу мені құтқарған. Жеңшу арқылы патшаның ата-бабасы мен сау әулетінің үрім бұтағы менің басқан тұрғанымды қалт жібермей біліп отырды да алаңсыз болды. Әйтпесе мен баяғыдағы жоқ болар едім. Өзіңізден бір істі сұрайын. Шыныңызды айтуыңызды тілеймін. Бұл бейбақты шынымен сіз өлтіріп бедіңіз? Қалайша бұлай ойлайсыз? Мен оны құлай сүйем. Жоқ, атай көрмеңіз. Бұл дүниеде сіздің сүйетін нәрсеңіз билік алып, онан соң бектік құру. Жеңшу тек пайдалану құралыңыз ғана. Керегі қалмағанда көзін құрта саласыз. Не деген сұңғыл едіңіз? Дұрыс. Мен туытананың аузын майлап, қан келтіретін дәріні қан тиятын дәрі деп оған ішкіздім. Ай күні толмай тұрып, шешесінің қан ағып таусылған. Сіз оны құлай сүйемін демеп бедіңіз, оны өлімге қайтып қидыңыз. Менің дүниедегі сүйетінім билік алып, бектік құру екенін өзіңіз айттыңыз ғой. Аулада бар қарағаш, бұтағында шегіртке, сорғысы келіп шырынды, шырылдайды секіріп, өзіне төнген тәуетті, сезбеді ол кекіріп. Әке, Убектігінің патшасы сұлтаны Жугекі қол бастап Шишанға шабуылдады. Кім? Жугекі, Жугечиннің ұлы, Жугілянның немересі. Олар қайтмекші екен сонда. Шекараға шапқыншылық жасап, Шишанды қайтарып алмақшы. Ағам 100 000 адамды қолмен оңтүстіктегі жауға қарсы аттанды. Дейсің, әке? Кім жауға қарсы аттанды дейсің?
Ағам сымашы 100 мың қолмен аттанды. Ағаң қол бастап кеткен болса, онда сен осында бола ғой, қарғам. Сақтықта қорлық жоқ, қашанда қорғаушы қосын қалдыруымыз керек. Мақұл, ұқтым. Яр. Ата. Келе ғой, отыра ғой. Атаңа тағы айтып бер, Шәке. Аулада бар қарағаш, бұтағында шегіртке, сорғысы келіп, шырынды, шырылдайды секіріп. Өзіне төнген тәуетті, сезбеді ол кекіріп. Аулада бар қарағаш, бұтағына шегіртке, сорғысы келіп, шырынды, шырылдайды секіріп. Өзіне төнген тәуетті, сезбеді ол кекіріп. Жаңераның 251 жылы 72 жастағы Смайи науқастан қайтыс болды. Бұл Уйбектігінің билігі Сыма ұрпағының қолына өткен кезет. 12 жылдан кейін Сыма жау Шоубектігін жойып, Леушан тізе бүкті. 2 жылдан кейін Сымаян патша болып, ұлы Джин патшалығын құрды. Жаңераның 280 жылы Сымаян Уйбектігін бағындырды. 3 бектікті бірлікке келтіріп, Жақанға Сыма әулеті қожа болды. Shanghai